адамдарды өзге дін өкілдерін хидаятқа келген бір оқиға бар. Bir осындай кішкентай бір балабақшаға балдарын жіберген кезде адамдарды сол жердегі бір өзге дін өкілі болған бір әйел кісі сұрайды балдардан, кішкентай балдардан сұрайды: балам, сен не боласың? Бізде мысалы мектептегі мұғалімдер болсын, егерде балабақшада істейтін, егерде сол нәрсені өзінің маманы болатын болса, сол балабақшада қызмет жасайтын адам үкіметтің қойылған талабымен бірге өзіміздің дінімізді жай балдарымызға үйрететін болсашы, ол не деген керемет қой, Сонда айтады, әрбір баланы тұрғызады. Қазір мен мысалы сіздерді тұрғызып, апа, сіз мақсатыңыз не? Әпше, сіздің мақсатыңыз не? Пәленше, сіздің қарындасым, мақсатыңыз не деп әрбіріңіздің мақсаттарыңызды сұрайтын болсам, осы жерде отырған 40-50 шақты адамның мақсаты бір-біріне сәйкес келмеуі мүмкін. Бірақ ол жерде де дәл солай екен. Біреу мен шофер болам, кішкентай бала болмаса, 5 жасар, 6 жасар бала, мен шофер болам. Біреу айтқан екен, мен ана музыкант болам, біреу ана болам, біреу мына болам. Әрбірін ол жерде тек қана мұсылмандар емес, яғни түрлі діндегі адамдар, түрдегі ұлттағы адамдар, яғни сол жерде айтқан екен бір бала: мен үлкен болсам сахаба болам. Мен үлкен болсам сахаба болам. Сонда таң қалған екен анау өзге дін өкілі: мына айтып жатқанын білем, машина шофер болам, мынаның айтқан сөзін білем, музыкант болам. Бірақ мынау мұсылманның баласы сахаба болам деп жатыр. Қараңыздаршы, сахаба болу мүмкін ба? Мүмкін емес ол сахаба болу. Сахаба болу ол яғни 1400 жыл алдын өтіп кетті олар. Сахаба деген кім? Сахаба деген ол пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның көзін көрген адамдар. Пайғамбар алейхиссалату вассаламның жанында отырған адам. Пайғамбар алейхиссалату вассаламның көзін көріп иманға келген, Алланы бір деп пайғамбарды мойындаған, иман, ислам шарттарын мойындаған адамдарды айтатын кім деп айтады? Сахаба деп айтады. Кішкентай баланың сөзін қарасаңызшы, мен қай жерге барса да мен сахаба болам деп айтатын екен. Сонда анау, яғни неміс оян өзге дін өкілі не істеген екен? Соны үйіне барайыншы, әке шешесінен бір сұрайыншы, мына баламның бала сахаба болам деп айтып жатыр. Мына бала сахаба болам деп айтып жатыр. Ол сахабасы кім ол? деп айтқан екен. Сонда үйіне барса, сол әйелді отырғызып, ана баланың анасы 2,5 сағат сахабалардың өмірін айтқан кезде, ана өзге дін өкілі: ашхаду алла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадар Расулуллах деп иманға келген. Аллаху акбар. Иманға келген екен, қараңыздаршы. Бір баланың, әке шешенің тәрбиесінің артында бір адамдарды уағыз айтып жатқан жоқ. Айтқан сөзі мен сахаба болам деген сөзі өзге дін өкілінің хидаятқа келуіне себеп болып тұрды. Құрметті жамағат, бізші осы жерде отырғандарымыз әрбіріміз өзімізге сұрақ қояйықшы. Шынайы бір сұрақ қояйықшы. Мен өзім не істедім? Аллах субхана ва таала мені атамды, ата бабаларымды, пайғамбар алейхиссалату вассаламға дейінгі ұрпағымды мұсылман етіп жаратты. Арада ешқандай мен өзге дінінің өкілі болып исламды қабылдаған емеспін. Мен мұсылмандық атым бар. Мен не істедім деген сияқты сұрақты өзімізге қояйықшы. Мен исламға не деген қызмет жасадым? Исламға жасаған қызметім бар ма, жоқ па деп сұрақ қояйықшы. Сахаба болам деген жас баланың өмір сияқты өмір бар ма бізде? Құрметті апалар, бұл бір адамның өмір баянын айтудан мақсат не? Мақсатымыз бір. Өзімізде солар сияқты ғибрат алсақ екен, өзімізде солар сияқты жақсылыққа жарыссақ екен. Себебі Аллах субхана ва таала не деп айтады? Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим.
laqad kana lakum fi rasulillahi usvatun hasana. G'ibratda Alloh subhanahu va taolo aytadi. G'ibratda biz kimdan olishimiz kerak ekan? Laqad kana lakum fi rasulillah. G'ibratni birinchi alatin, ulgu alatin zot ol payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qana. Biz g'ibratda boshqa menen, boshqa siyoqda imom ustozlardan emas, bukul barimiz onun ichida söylep жатқан men bo'lsam, mening o'zimda, sizlarda barimiz bukul ummet g'ibratni kimdan olishimiz kerak? Laqad kana lakum fi rasulillahi usvatun hasana. Eğer biz ölgünü payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan, payg'ambar alayhissalatu vassalamning artidan yergen sahabalardan, onlarning ömründen eğer alıp amal jasaytin bolsak, Allah subhanahu wa taala ne deydi? Usvatun hasana. Solar gana жақсылыққа жетеді. Solar gana Allah'ın didarını көреді. Solar gana бақытты болады. Solar gana najatқа, жақсылыққа жетеді деп Allah subhanahu wa taala Kur'an-ı Kerim'de aytып berip жатыр. Құрметті жамағат. Сондықтан әлбетте не бұл өмірге әрбіріміз Allah Taala vaqtincha жаратылған. Бұл өмір vaqtincha берілген bizlerге нығмет бұл.